Восток агрофирмасының Сарымаш бүлекшесі қырында моңа қадар құяшта янып тұрған сары күнбағышлар үлгіріп башын еген. 180 гектар майдан билеуші басуда 6 комбайн оңышыны жиып алуда қатнаша. Har гектардан орташа 15 центнер оңыш шыға. Агрофирмада бұл культура 503 гектар майданда отырдылған. Әлігі культура Восток агрофирмасының Сарымаш бүлекшесінде 503 гектарда егілі. Әлігі басу біздің 180 гектар майданына белей. Контроль малот урожайностьны 15 центнер гектардан көрсетті. Басуда іш ертеден үк башлана. Механизатор Ойрат Жиханшин 16 елдан артық комбайн штурвалы артында. Мұңа қадар икмек оңышын жиюда қатнашқан алдыңғы егіншілерінің бірісі ол. Қазір акрыс комбайнында күнбағыш соқтыра. Bütün комбайнларда түзік, оға шүкір шибідай бәткіне гектарынан 15 центнер урожай шығамы. Бұл да ғайбет енді ол, бұл биылғы елға. Өзім енді мен комбайнда 2020 жылдан бері ішлеймін. Күнбағыш бүртіклерін ташу үшін техникада бірсін-бірсі алыштырып қына тұра. Прицеп тағылған КАМАЗ машиналары соқтырылған оңышны зәйелі батырына елді. Зей басуларында күнбағыш 3165 гектар майданда өстірілді. Қазіргі күнде барлық майданның 26% соқтырылған. Бұл ішні жиді комбайн, зей шекері хам Восток агрофирмалары ішшілері башқара. Хауа шартлары оңай тұрғанда аграриялар har минутны есепті тұтып зор тұрышлық білән ел оңышын алуда қатнаша. Аделя Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары.